Совместно с Национальной академией имени Ибрая Алтынсарина проводим итоги республиканского проекта Microsoft Казахстан, который стартовал в декабре 2022 года. За этот период стали участниками проекта 65 малокомплектных школ, обучилось 330 педагогов, которые успешно используют возможности платформы Microsoft Teams. Организовано 92 наблюдения за уроками наших педагогов совместно с Национальной академией имени Ибрая Алтынсарина. Проведено 4 республиканских семинара по распространению опыта в Кызылжарском, Мамлютском и Сильском районах и 1 семинар на областном уровне в Таншинском районе. С 1 сентября Центром мониторится качество знаний педагогов по проекту, видна динамика роста качества и мотивации учащихся. Проект будет масштабироваться, так как уже с апреля месяца в 162 школах увеличена скорость по технологии Starlink. Мен Шала Каналдарының Хакимге Салах атындағы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімімін. Microsoft Teams бағдарламасы бойынша бір жылдан артық жұмыс жасап келе жатырмыз. Бұл бағдарламаның артықшылығы қашықтықтан оқу кезінде оқытушы мен оқушы арасындағы байланысты ара қашықтықты жақындату және де кері байланыс жасау мүмкіндіктері ерекше көп. Ең біріншіден Ибрай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының ұжымына және де әдістемелік орталықтың ұжымына алғысымды білдіремін. Әрі қарай осы бағдарлама өз орнын тауып ары қарай жүйелі жұмыс атқарамыз деген ойдамыз.